Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода қазіргі таңда хит пирогтардың біріне айналған карамельный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бірақ менің рецептімде сливкидің орнына қаймақ қолданатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды қосып, екеуін жақсылап араластырып дайындап аламыз. Келесі кезекте таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамыз бен шекерімізді салып, басы біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Ал енді бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, тағы да басы біріккенше жақсылап қозғап аламыз. Келесі кезекте ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай өте жұмсақ қамырымыз дайын болды. Ал енді қамырымыз жайғанға оңай болу үшін салафанға салып, холодильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезекте салмасына кірісеміз. Шұңғыл ыдысымызға қаймағымызды салып аламыз. Одан соң вареный сгущенкамызды саламыз. Егер сіздің пирогыңыздың дәмі әдемі болсын десеңіз, онда міндетті түрде сапасы жақсы вареный сгущенка пайдаланғаныңыз дұрыс. Ал енді жұмыртқамызды саламыз. Ал енді миксердің көмегімен варенкасы толықтай ерігенше араластырып аламыз. Міне варенкамыз толықтай араласты. Ал енді қамырымызды холодильниктен шығарып, әдемілеп жайып аламыз. Айта кетейін, біздің пирогымыздың көлемі 28 см. Қамырымызды әдемілеп жайып алдық. Ал енді формамызға төсеп, бортиктерін көтереміз. Міне осылай бортигін биігірек етіп көтеріп алған соң, салмамызды құйып, 170 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің өте нәзік және өте дәмді болып шығатын карамельді пирогымыз дайын болды. Достар, егер менің видеом сіздерге пайдалы болса, онда лайк басып және де каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта дәмі тіл үйіретін рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін үлкен рахмет.